Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 76-шы сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. 40-шы тапсырма, бұл жерде өлең бойынша біз сұрақтарға жауап беретін боламыз. Өлең не туралы? Оған ат қой. Өлең өнерлі бала туралы. Өлеңнің аты өнер. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. 7 түрлі өнер білсе де, адамға өнер түрін үйренудің көп болмайтыны туралы айтылған. Өлеңдегі бала туралы сенің пікірің қандай? Өлеңдегі бала талапты, өнерлі бала, өйткені өнердің барлығын дерлік үйреніп жүр. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Қосымшаның сөзге қандай мағына істеп тұрғанын талда. Әкемді. Бірінші жақ жекеше түрде, яғни бұл жерде бізде түбір сөзіміз әке, тәуелдік жалғау бірінші жақ, табыс септік жалғауы. Келесі ақылымен түбір сөз ақыл, тәуелдік жалғау үшінші жақ, мен көмектес септік жалғауы. Анамның түбір сөз ана, тәуелдік жалғау бірінші жақ, ілік септік жалғауы. Шығармашылық жұмыс 41-ші тапсырма, жұмбақтың шешуін тап. Екі желім, күйдің көрігі, әннің көлігі. Домбыра. Көрік плюс көрігі деген сөз шығады. Көлік плюс яғни тәуелдік жалғау үшінші жақ, жалғауын жалғаған кезде біздің к әрпіміз к әрпіне айналады. 42-ші тапсырма, Ыбырай Алтынсарин балаларды оқуға, білімге шақырып тұр. Білімді болу үшін ықыласпен, ынтамен көңіл бөліп оқу керек. Сонда ғана алған білім көңілге қонымды болады. 43-ші тапсырма, домбырам бірінші жақ жекеше түрде, домбыраң екінші жақ жекеше түрде, домбыраңыз екінші жақ жекеше түрде, добың екінші жақ жекеше түрде, добыңыз екінші жақ жекеше түрде, қылқаламың екінші жақ жекеше түрде, қылқаламыңыз екінші жақ жекеше түрде, домбырасы үшінші жақ жекеше түрде, добы үшінші жақ жекеше түрде қолданылып тұр.